Қайырлы күн, сіздермен бірге 07 Life жастар арнасы. Бүгін 12 желтоқсан Назарбаев зияткерлік мектебінде шексіз мүмкіндіктер әлемі жастардың дамуына жаңа қадам атты облыстық жастар форумы өтуде. Бізбен бірге болыңыздар. Не істесем де болғым келет one Бесе бесіз бітте сөзім батпан Оқ жетпес шапшан тез есу аспан Қайырлы күн, бірінші өзіңіз аты жөніңізді таныстырып, қайдан келгеніңізді айтып өтсеңіз. Менің атым Қожагалиева Диана. Мен екінші курс студенті, шаштараз өнер мамандығында оқимын. Орал Сырец технологиялық колледжінен келіп тұрмын. Бүгінгі форум қалай өтуде, ұйымдастырылуы қалай жүруде, форумнан не күтесіз жалпы? Жалпы мен форумнан болашаққа деген жаңа қадамдар күтемін, яғни өзіме керекті мәліметтер алып, болашағыма өз үлесін қосады деген ойдамын. Жоғары медициналық колледжден келіп тұрмын, екінші курс студентімін. Бүгінгі форумнан не күтесіз жалпы? Қай бағытын қызығып келдіңіз, қай бағытына? Бүгінгі форумда бізде жастардың дамуына деген көптеген үлестер қосады деп үміттенемін. Және алдағы уақытта қандай да бір іс-шаралар, осындай мерекелер, форумдар болады деген ойдамын. Көптеген ақпарат аламын деген сеніммен келіп тұрмын. Бүгінгі форум бізде Батыс Қазақстан облысының қоғамдық даму басқармасының қолдауымен Болашақ корпоративтік қорының ұйымдастыруымен өткізілуде. Шексіз мүмкіндіктер әлемі жастардың дамуына жаңа қадам атты Батыс Қазақстан облысының жастар форумы. Бұл форумның жалпы мақсаты бізде осы жастар арасында достықты, қарым-қатынастықты нығайту, өзара тәжірибе алмасу, сонымен қатар болашақ осы алаңның қалыптасуына, жастар алаңның қалыптасуына негіз болу болып табылады. Бүгінгі бізде форумда арнайы шақырған спикерлер өздерінің тәжірибелерімен бөлісетін болады. Бұл форумда жаңағы спорт бағыты бойынша, медиа бағыты бойынша, спорт бағыттар бойынша бірнеше спикерлер шақырылған болатын. Спикерлерді атап өтсеңіз. Спикерлердің қатарында белгілі тележүргізуші, журналист Гүлназ Әлімгерей, спортшы, әлем чемпионы Ербат Байбатыров, хит әндердің авторы, ақын Дәурен Шамұратов, және бізде үркер сыйлығының жеңімпазы Мейірбек Ташкуранов бар. Не істесем де болғым келет one Бесе бесіз бітте сөзім батпан Оқ жетпес шапшан тез есу аспан Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін шексіз мүмкіндіктер әлемі жастардың дамуына жаңа қадам атты облыстық форум өткен болатын. Және де бұл шара жоғары деңгейінде өтті. Осы шарымызда Гүлназ Әлімгерей ханым, Дәурен Шамұратов ағамыз және самбодан әлем чемпионы Ерболат Байбаратов ағамыз өздерінің өмірлік тәжірибелерімен бөліскен болатын. Бұл форум өте жоғары деңгейде өтті және осындай өздерінің ақылдарымен бізге көптеген ой түйген болатынбыз. Мысалға айтқанда осы форумда жаңағыдай ұлттық құндылықтар жайлы, жастардың тынымсыз еңбек етуі жайлы әңгімелер қозғалған болатын. Және осы форум бізге өз жемісін болашақта береді деген ойдамыз. Өйткені көптеген тәжірибе алдық өзімізге және осыны ұйымдастырған, осы шараны ұйымдастырған адамдарға зор алғысымызды білдіреміз.